Елін сүйген ер бақытты, ері жоқ елдің күні қаран. Азған ер өлімнен де жиіркенішті. Ер үйленген еркектен қалған қалдық. Ер қасиеті шыншылдығы, ес қасиеті күншілдігі. Ер үстінде ұйықтамасан атқа мініп нең бар. Халық қамын ойламасан датқа болып нең бар. Байлаулы бұзау мұңлы, қамаудағы ер мұңлы. Ер адам тек ер адам, бірақ ұлыңыз бұл қазірдің өзінде шындық. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша сияқты, екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Біздің үйде ер азамат есеп бермейді, телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Ашық көңілді сауықшыл ел, жұрттың баласы да сауықшыл ер болмақ. Нағыз ер дүние мал деп дірілдемес болар. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын, шешімді бірге қабылдайды. Ердің көркі дәулет. Ер пайдасы тиеді сасқан жерде, иесі жаңылып етегін басқан жерде, жаманға жазатайым ісін түссе жабысып қалады екен аспан жерге. Тас жерде қолдың ұшын бергенді айтшы, екінің бірі мырза тасқан жерде. Жамандар көре алмаған қылады өсек, лайық заманында асқан ерді. Ақылсыз ердің тілі өз басының дұшпаны. Адамгершілік кімде болса, соны ер деп есепте. Ердің жүзін күйдіретін нәрсе тіл. Жұрттың пайдасына таза жолмен тура бастайтын ер табылса, қазақ халқы соңынан ерер еді. Ер кісі бір мезгілінде барлық жерді жарық етіп отыратын күн емес. Олай болса, ер аңға не жорыққа кеткенде әйел ерінің отбасын көңірсітпей, үй үшін үлбіретіп отыруы керек. Келген кісіге ерінің жоқтығын білдірмей, құрметпен қарсы алып, дәмді тағам беріп, адал пейілмен сыйлап жіберсе, өзінің абыройын арттырып қана қоймайды. Ел арасында ерінің де абырой беделін асқар шыңға шығарады. Ер кісінің абыройы әйелінің адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты. Керісінше, әйел парықсыз жүрген жерінде абыройсыз, ар-намысын аяққа басып жүрген бәдік болса, күйеуінің де абыройы болмайды. Ауыздағы сөзі аяқтыға жол болады. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмма жұртының анасындай. Жақсыға ешкімнің де жақтығы жоқ, көреді бәрін де өз баласындай. Қаһарман өмірін өзінен де құнды болған нәрсеге арнаған адам. Әділ биі болмаса, бірлігі кеткен ел ғарып. Қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғарып. Ермін деп жүрген жігітті кеңшілікте сынама. Ақылсыз ердің тілі өз басының дұшпаны. Әйел ердің тәңірі, жарата да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады. Бірлігі кеткен ел жаман, егесі бөткен ер жаман. Нағыз ер дүние мал деп дірілдемес болар. Ер жігітке жарасар қолына алған найзасы, би жігітке жарасар халқына тиген пайдасы.